Қазіргі уақытта бәріміз бір отбасы болып, бүкіл әлемді біз қорғауымыз керекпіз. Бәріміз коронавирустан әсер етіп жатыр. Бірақ бір ғана оны күресу үшін бір ғана жолымыз бар. Коронавирус оны жеңудің жалғыз жолы жаппай вакцинациялау керек. Енді вакцинация туралы айтатын болсақ, өзім қаңтар айында Жамбыл облысының Қордай ауданындағы зерттеу орталығында барып зерттеуге қатыстым. Бірінші кезеңде 9 қаңтарда, ал екінші кезең 29 қаңтарда алып, ешқандай зиянды сезген жоқпын. Тек қана екінші кезеңді салған уақытта қолым сәл кішкене ауырды. Дене қызуы ештеңе көтерген жоқ. Бір айдан кейін оқу процесі басталады. Енді қазір бізде коронавирусқа қарсы екі әлсіз топ бар. Бірінші топ ол балалар, ал екінші топ ол жүкті әйелдер. Енді оларды қорғау үшін, олардың денсаулығын, өмірін сақтау үшін не істеуіміз қажетпіз? Әрине, жаппай бәріміз вакцина салу керекпіз. Сол уақытта ғана біз өз балаларымызды, яғни бәріміз білеміз, балаларымыз біздің өмірдің мәніміз, өмірдің сәніміз, біздің бауыр етіміз, оларды ең бірінші, оларды сақтауымыз керекпіз. Енді бізде қазіргі уақытта өте белгілі антиваксилер бар екен. Енді оларға да айтатын, басқаларға да айтатын, ешқандай қорқыныш жоқ. Әрине, ол 100% коронавирустан бізді қорғалмайды вакцинация, бірақ ауырып қалған уақытта да біздің ауырымыз жеңіл өтеді. Сол үшін құрметті жерлестер, құрметті отандастар, барлықтарымыз біздің балаларымыз үшін, біздің болашақ үшін екпе салайық. Аман болайық, ауырмайық.